Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі біздің қазақстан тарих пәнінен өтетін тақырыбымыз Аттила және оның жаулаушылық жорықтары екінші сабақ. Естеріңізде болса, өткенде мен айтқан едім, осы тақырып бізге 2 сағатқа берілген. Дәптерімізді ашамыз, бүгінгі тақырыпты жазамыз балалар. Аттила және оның жаулаушылық жорықтары екінші сабақ. Зерттеу сұрағы: ежелгі авторлар Аттилаға қандай баға берді? Сабақтың мақсаты балалар бізде өзгерген жоқ. Ғұн билеушісі Аттиланың тарихи тұлғасын сипаттайсыздар. Еуропа тарихына өзгерістер енгізген ғұн жорықтарымен танысасыздар. Ең алдымен балалар, сіздер кішігірім конспект оқисыздар. Конспектті балалар мұқият оқимыз, себебі осы конспекттен сіздерге тапсырма беріледі. Конспектті жалғастырып оқимыз. Конспектті оқып аяқтасақ, тапсырма орындайық. Дәптерімізді ашамыз балалар. Біздің тапсырма: Аттилаға бағынышты болған елдерді анықтаңыздар. Міне балалар, сіздерге мемлекеттер берілген. Осы мемлекеттердің қайсысы Аттилаға бағынышты болды? Дәптерімізге жазып қоямыз. Сонымен балалар, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.